Жақсы, олай болса балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды ашпас бұрын тақтаға назар аударамыз. Тақтада миға шабуыл әдісі арқылы берілген тірек сөздерді пайдаланамыз. Ендеше, кәнеки, тірек сөздерді барлығымыз оқып отырмыз, я? Қандай тірек сөздер берілген екен? Ал Аяжан, оқи ғой. Күй, оркестр, музыка, дирижер, құстар әні және музыкалық кілт. Музыкалық кілт дұрыс айтады Аяжан. Ендеше кім деп ойлайды екенсіңдер? Кәнекей бірге тауып көрейік. Жақсы, барлығымыз біліп отырғандаймыз. Азамат? Бұл әйгілі күйші композитор Нұрғиса Тілендиев атамыз. Тамаша, жарайсың, Азаматқа қошемет көрсетеміз балалар. Жарайсың, жақсы. Ендеше балалар, біздің бүгінгі сабақ барысында сөз қозғайтынымыз Нұрғиса Тілендиев атамыз жайында болмақ екен. Сонымен қатар, балалар, қазақ тілі сабағында біз өздеріңмен бірге күнделікті көнерген сөздер, дисфемизм, эвфемизм және бізде бүгін табу сөзі, қазақ тілінде таныс емес, осы табу сөзін де өтеді екенбіз. Жақсы балалар, ендеше сабағымыздың тақырыбы табу деп аталады. Ендеше осы сабаққа орай бізде оқу мақсаты бар. Күнделікті оқу мақсатымызға қол жеткізу үшін сол мақсатқа қарай біз жұмыс жасаймыз. Мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілген мәселені болжау. Сондай-ақ, балалар, жаңа сөздің барысында айтып кеттім ғой, көнерген сөздер, эвфемизм, дисфемизм, сонымен қатар біз бүгін табу сөздерінің қазақ тілі сабағындағы қолданыс аясын түсінеміз. Және табу сөздерін басқа сөздерден ажырата алуымыз қажет. Жақсы. Енді бізге осы табу дегеніміз не екен балалар? Табу дегеніміз ежелгі кезде бұрындары атын атауға болмайтын сөздерді тыйым салынып басқаша атау беріп отырған. Қазірде қоғамда кейбір өңірлерде табу сөздер бар екен. Табу сөздер балалар екі түрлі жолмен жасалады екен. Біріншісі әдет-ғұрыпқа байланысты, екіншісі наным сенімге байланысты. Оқулықтарыңызда да тұр ол. Енді әдет-ғұрыпқа байланысты балалар, кейбір өңірлерде жаңа айтып кеттім. Жаңадан келін түскен кезде үйіндегі қайнағасының, қайнысының, немесе кішкентай үйдегі қайнысіңлісі дейміз ғой келіннің, сол қыздардың атын атамас үшін келін жаңағы басқаша атау береді екен. Мысалға, үйіндегі қыздың есімі Асылай болатын болса, оны жеңгесі еркелетіп, ерке қыз, шырайлы, көркем деп басқаша атау береді екен. Бұны біз балалар табу сөзі дейміз. Ал енді наным сенімге байланысты деп отырғанымыз қалай жасалады екен? Бұрынырақта жаңағы аңқос, улы жәндіктер, бар ғой, кездеседі ғой қазірде. Осындай жан жануарлардың атын атамасы үшін қазақта оған да басқаша атау беріп отырады екен. Мысалға, жаңа қойларды, үйір жылқыларды қырып кетеді ғой, қасқыр, сол қасқырды басқаша қалай деп атаған деп ойлайсыңдар? Кім біледі? Естіп пе едіңдер? Алан? Ұлыма деп атаған екен. Жақсы, Исабек, тағы да итқұс деп атаған. Тамаша, міне осылай басқаша атау беріп отырған екен. Олай болса, біз қазір сабағымыздың барысында табу сөздерді қолданып ажырата білеміз деп ойлаймын. Кеттік. Ендеше балалар, бізге қазір тыңдалым мәтіні беріліп тұр. Оқулықтарыңызды ашыңыздаршы. Тыңдалым мәтінін бірге тыңдаймыз. Және жақсы, қазір тыңдалым мәтінін тыңдаймыздағы, осы тыңдалым мәтінін. Тыңды бала. Бұрын ат-арбадан басқа көлік атаулыны көрмеген адамға теміржол бойымен жүретін отарбаны көру қандай қызық. Адам толы вагондарын сүреткен бұл пойыз сәл дамылдайын дегендей дәл екінші теміржол вокзалының алдына келіп тоқтады. Үстіне көне тоз плащ, басына шляпа, қолына портфель ұстап, таза еуропаша киінген бір жігіт вокзалдың шалқасынан ашылған есігінен шығып, қалаға бет алғаны сол еді, бір нәрседен сескенгендей өз-өзінен селт етті де тоқтай қалды. Не болды екен?
жаққа қарай жақындады. Жақындаған сайын домбыра үні де айқындалғандай. Үй төбесіндегі үйілген шөптің үстіне жайғасып алып, домбыра тартып отырған баланы көзі шалды. Содан күй орындалып біткенше тұрды дейсің. Күй аяқтала бергенде, «Қарағым, қай баласың? Есімің кім?» деп сұрады бейтаныс кісі. «Нұрғиса», деді бала үні бәсең шығып. «Жақсы екен, кімнің баласысың?» «Тілендінің, әкем қайтыс болған». «Шешең қайда?» «Үйде». «Жүріңіз кірейік», деп Нұрғиса шөп үстіне жерге сырғып түсіп, үйге қарай жүгірді. Анасы Салиха таңғаста келген қонақ жақсылық әкеледі деуші еді деп, ішінен ойлап жүріп, қонағын төрге шығарып, шай ұсынды. «Қара кәстектенбісің, әлде Бәтібұлақтанбысың?» деп көңірет әкелген жамағайын туыстарының біріне жорыды. «Жоқ, замандас, мен қара кәстектен де, Бәтібұлақтан да емеспін. Ленинградтан жеттім. 3-ші курс оқып жүрген жерімнен мұндағыларға музыка сауатын үйрет, оркестр ұйымдастыр деп арнайы шақыртқан соң жеткен бетім осы. Туған жерім Ақтөбе, есімім Ахмет, толығырақ Ахмет Жұбанов боламын», деді өзін асықпай таныстырған қонақ. Ахмет реті келген соң мұнда бұрылғандағы мақсатын айта бастады. «Талай жерді аралап жүріп, дәл осындай күйші баланы кездестіріп, осындай күйді ешқашан естімеппін. Бұл өзі бір талантты бала болды ғой. Көктен іздегенім жерден табылды» дегендей, балаңыздың шөптің үстінде отырып күй тартуы менің сол сәтке дөп келуім бір Алланың бұйрығы шығар. Балаңызды музыкалық мектепке берейін, оқытайын. Қазақтың болашағы осылар ғой деп сөзін түйіндеді. Анасының келісімін алғаннан кейін Нұрғиса музыкалық училищеге қабылданып, қабілетін шыңдады. Жақсы балалар, біз мәтінді мұқият естедік, тыңдап алдық. Енді балалар, осы мәтінге орай оқулығымызда жұмыс берілген екен, тапсырмая мәтін мазмұнына сәйкес дұрыс жауапты табыңдар деп кестеде көрсетіліп тұр, я? Ендеше балалар, қазір тез жұптасып отырып, мәтінді тыңдап алдық. Сол бойынша жауап берейік. Мәтінде қамтылмаған дәстүр. Мәтінде қамтылмаған дәстүр. Қай жұп тез жауап береді екен? Асылай? Мәтінде қамтылмаған дәстүр көңіл айту. Дұрыс па? Жақсы отыра қойыңдар. Тағы да анықтап жатарымыз келесі. Қонақтың келгендегі мақсаты. Қай жұп жауап береді? Алтай? Өнерлі балаларды оқыту. Өнерлі балаларды оқыту дейді. Тамаша отыра. Ахмет Жұбановты еліктірген дүние. Балалар. Ахмет Жұбанов еліктірген дүние домбыраның үні. Тамаша, жарайсыңдар. Жақсы. Бұл жұмыста сендер басшылыққа дескрипторды алып отырдыңдар. Жақсы ма? Келесі енді балалар. Осы жұмысымызды аялдамадағы кездесу әдісі арқылы бағалап жіберейік. Бізде ең бірінші жұп Асылай мен Еламанның жұбы. Дұрыс жауап берді ма? Аялдамадағы кездесулер сәтті өтті ма, сәтсіз өтті ма? Сәтті өтті. Өйткені дұрыс жауап берді. Тамаша, қошемет көрсетеміз. Келесі жұп бізде Алтай мен Айқынның кездесуі аялдамадағы. Сәтті ма, сәтсіз шықты ма? Сәтті. Жақсы, тамаша. Өйткені дұрыс жауап берді. Одан кейін бізде Айжан мен Исабек қалай жауап берді? Сәтті өтті ма, сәтсіз өтті ма? Сәтті. Өйткені дұрыс жауап берді. Жарайсыңдар балалар. Дәл осыған орай оқулығымыз тез жазамыз. 79-ші бетте жұмбағымызды дәптерге жазамыз. Жұмбақты дәптерге жазбашы бұрын 5-ші тапсырмада жұмбақтың шартын кім оқиды? Азамат оқи ғой. Жұмбақтың шартын тез оқы. Жұмбақтарды шешіп жауабын табыл сөздермен айтып көріңдер. Табыл сөздермен айтып көріңдер дейді. Кәні оқи ғой. Тез екінші оқи ғой. Кім оқиды? Кәні. Оқи ғой. Бұл Еламан тез. Жер астында жездерінің қамшысы жатыр. Жауабы қандай? Кім айтады? Ал? Жылан. Жыланды басқаша қалай атауға болады? Ұзын құрт. Тамаша, қошемет